атақты жүргізуші Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы Сергазиева Жанар Тілегенқызы. Сабағымыздың тақырыбы байланыс құралдары, телефон, ұялы телефонның түрлері, сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері. Жалпы ұялы телефон, ұялы телефонның өздеріңіз білесіздер, бұл байланыс құралы. Байланыс құралы ретінде жаңа ұялы телефондармен біздер жаңағы бұлар адамзатқа тигізер пайдасы өте зор деп айттық. Сонымен қатар осы ұялы телефондардың адам өмірінде байланыс құралында маңызы зор, бірақ сонымен қатар олардың денсаулыққа, адамның денсаулығына да тигізер зияны көп екендігін біз бүгінгі сабақта да тағы да ары қарай жалғастырамыз. Енді мына жерде студенттер қарайық, болжамдарға қарайық. Кім айтады? Мына болжам бойынша біз не айта аламыз? Жалпы ұялы телефон, көздер суреттен көріп отырсыздар. Яғни телефоннан, яғни тағы да құралдардан шығатын магниттік сәулелер адам денсаулығына әсерін тигізеді. Бұл қандай сәулелер екен? Бұлар қандай сәулелер екен? Электромагниттік сәулелер. Электромагниттік сәулелер адам ағзасына бұлар жаңа өтеді. Телефон арқылы біз телефонды құлағымызға жақындатамыз, бетімізге жақындатамыз, солай ма? Я осы арқылы адамға өте зиян екен. Ал ары қарай, сондықтан теледидар, компьютер, ұялы телефондар құралдарына өте жақын ұстамауды, әрі ұзақ отыруды денсаулыққа нұқсан келтіретінін естен шығармауымыз керек екен. Естен шығармауымыз керек екен, дұрыс айтасыздар. Олай болатын болса, осы жердегі мына мен қарамен беріліп отырмын. Мына әдейі теледидар дегеніміз не, компьютер, ұялы телефон деп отырғанымыз не бұл студенттер? Бұл сөздердің қандай мағынасы бар? Бұл сіздердің мамандықтарыңызбен байланысты ма, жоқ па? Біздің мамандығымызға тікелей байланысы бар заттардың бірі. Себебі бұл құралдар қазіргі таңда өте қолданысқа ие және байланыс құралдарының бірі болып табылады. Ең алдыңғы орында тұрған байланыс құралдары осы теледидар, компьютер және ұялы телефон болып саналады. Өте дұрыс айтасыздар. Бұлардың барлығы жаңағы қарамен беріліп тұрған сөздердің барлығы, бұлардың барлығы сіздердің жаңағы мамандықтарыңызға байланысты жаңағы байланыс құралдары. Дұрыс. Енді мына жерде, осы мына алдарыңызда, жаңа біз айттық, біздер осы кешегі сабақтарымызда өттік. Жалпы телефон дегеніміз не? Телефонның қандай түрлері бар, мысалы қарап отырсыздар. Телефон дегеніміз қай тілден енген сөз екен? Жалпы біздің пәніміз өздеріңіз білесіздер кәсіби қазақ тілі. Кәсіби қазақ тілі болғасын жерде біз өзіміздің грамматикалық тақырыбымызды мамандықтарыңызбен біз байланыстыра өткізіп отырмыз. Айта қойыңыздар. Осы телефонды ойлап тапқан кім? Кішкене тоқтала кетейік, кім айтады? Мен айта қойсам бола ма? Иә, айта ғой. Ең алғашқы телефонды ойлап тапқан Антони Минучи. Көбі қазіргі телефонды ойлап тапқан ол Белл деп ойлайды. Американдық ученый. Бірақ Антони Минучи ол 1960 жылы Америка келіп, өзінің телефон деген идеясын патентке қойған уақытша. Бірақ оның ақшасы болмағандықтан, оның атақты көмекшісі бір компания жасаған екен, Антони Минучи мен Белл. Сол Белл Антони Минучидің өзі соның ойлап алып кеткен, телефон деген проектін алып кеткен. Солай Антони Минучи Беллға сотқа береді. Бірақ соттың шешімін күтпей дүниеден қайтыс болады, себебі оның жағдайы аз болған соң. Сондықтан бүкіл қазір біз Антони Белл телефон ойлап тапты дейміз. Так, жарайды, жақсы. Жалпы енді осы телефонның жалпы біздер осыған дейін көбінесе үй телефондарын пайдаландық, солай ма? Үй телефондарын пайдаландық, қазір ұялы телефондар пайдаланып отырмыз, байланыс құралдары ретінде. Жалпы мына жерде мәтіннен біз телефонның қандай түрлерін біліп отырмыз? Кім айтады? Қандай телефонның түрлері бар екен? Кім айтады? Электрсіз телефон, электрлі телефон, радиолы телефон, желісіз телефон, ұялы телефон. Дұрыс айтасыздар. Электрсіз телефон. Олай батымса студенттер бірден жазып отырайық. Телефонның негізгі түрлері деңіздерде тек қана түрілтіп отырыңыздар. Электрсіз телефон, электрлі телефон, радио телефон, желісіздес телефон, ұялы телефон екен. Яғни бұлардың барлығының бір-бірінен, яғни өздерінің айырмашылығы бар екен. Жалпы телефон деген сөздің өзі гректің теле, ұзақ және фон, дыбыс, дауыс деген сөзден шыққан екен. Дыбысты қабылдау және ұзаққа жіберу құрылғысы бұл телефон екен, яғни сым тетік. Сымдардың тетіктері, яғни екеуі бірігіп телефон.
деген мағынаны ұғымды білдіреді екен. Қайталап айтамын, телефонның негізгі түрлері электрсіз телефон, электрлі телефон, радиотелефон, желісіздес телефон, ұялы телефон. Осы жердегі электрсіз телефон деген сөз қалай жасалып тұр? Кім айтады? Біздің қазақ тілінде грамматикамен байланыстырайық. Электрсіз телефон қандай телефон? Телефон қандай? Кім айтады? Телефон қандай? Телефон электрсіз. Яғни бұл түсінесімге. Дұрыс айтасыз, түсінесім. Телефонның қандай екенін білдіріп тұр. Білдіріп тұр. Телефон қай сөз табына жатады? Зат есім. Зат есім. Электрсіз деген қалай жасалып тұр? Сөйлемнің тұрлаусыз мүшесі анықтауыш арқылы. Қандай телефон? Дұрыс айтасыз. Бұл сөйлем мүшесі синтакс бойынша бұл қандай телефон, электрсіз телефон анықтауыш болып тұр. Дұрыс айтасыз. Ал жалпы сөз табына келетін болсақ, зат есімнен сын есім тудырып тұрған, жұрнақ арқылы туынды сын есім арқылы жасалып тұрған электрсіз телефон. Так, жалпы студенттер грамматика бойынша да сұрақтарға қойылған сұрақтарға жауап беріп отырамыз. Келесі, тағы да келесі мына алдарыңыздағы суреттерге қарап отырыңыздар. Бұлардың телефонның түрлері. Мынандай телефон суреттерін көрдіңіздер ме жалпы? Мынау қандай телефондар? Мынау қазір қолданыста бар ма? Қолданыста көбі жоқ. Қай Ең телефондар? соңғысы қолданыста, тек соңғы суретте тұрған. Бұл қалай аталады? Бұл қалай аталады? Смартфон. Смартфондар. Мына телефондар бізде қазір Үй телефондары. Ені жоқ емес, бұл да бар ғой студенттер. Жалпы үй телефондары пайдаланады. Осы екеуінің сендер мысалы қайсысын пайдаланар едіңдер, көп пайдаланар едіңдер? Біріншісі. Қайсысы, Дәулет? Бірінші суреттегі. Бірінші суреттегі, яғни бұл үй телефоны. Сіздерге айтылып отыр, жалпы үй телефонын көп қолданамыз ба, жоқ әлде ұялы телефонды көп пайдаланамыз? Смартфон телефон. Әрине, смартфонды пайдаланамыз деген жақсы. Енді осы сіздердің мамандықтарыңыз бойынша, радиоэлектроника және байланыс мамандығы бойынша, жалпы осы телефонның қызметі қандай? Кім айтады? Өздеріңнің мамандықтарың бойынша. Телефон, ертең сіздер мысалы телефон механиксіздер, телефонмен жұмыс жасайсыздар. Жалпы сол кезде нені білулерің керек? Телефонның біліктілігі қандай жалпы? Ақпарат тарату және байланыс өзара байланыс жасау. Дұрыс. Телефонистка деп айтамыз ғой, сенді тағы нені білу керек телефон? Мысалы сіздер болашақ маман иелері не білулеріңіз керек жалпы? Кететейік. Телефон байланыс оператор қызметін атқарасыздар ғой мысалы. Таза сөйлеулеріңіз керек, жақсы сөйлеулеріңіз керек, анық сөйлеулеріңіз. Мәдениетті және бізге соғып тұрған түсінікті тілде сөйлеуіміз керек. Оған көмектесіп. Өте жақсы. Сосын телефонлеріңіз керек, жақсы сөйлеулеріңіз керек, анық сөйлеулеріңіз. Мәдениетті және бізге соғып тұрған түсінікті тілде сөйлеуіміз керек. Оған көмектесіп. Өте жақсы. Сосын телефон байланысы болған жерде міндетті түрде біз телефон байланысы болған жерде жалған ақпарат беруімізге олар өздеріңіз білесіздер, мен өткенде айттым, сіздердің жалпы мамандықтарыңыз бойынша, мысалы телефон механика болсын, телефонистика болсаңыздар да, сіздердің жұмыстарыңыз ауысымдық жұмыстары болуы мүмкін. Мысалы сіздер әртүрлі вокзалдарда, аэропорттарда, жалпы почта қызметі саласында, Қазақ телекомда барлық жерде жұмыс жасайсыздар. Сол кезде, яғни сіздердің жалпы біліктіліктерің, өздерің жан-жақты жаңағы білімі бар, орнықты, таза сөйлейтін, жауапкершілігі мол маман болуларыңыз қажет деп, себебі мамандықтарыңызға байланысты айтып отырғаным. Так, келесі студенттер мына жерде осы ұялы телефонның пайдасы қандай дейді бізге? Мына жерде жазып отыр. Қандай пайдасы бар қазіргі уақытта? Жарыса сөйлейік студенттер. Қазіргі кезде ұялы телефон пайдасы, мысалы, ата-аналар баласы үйде отырып алып, баласы қай жерде екенін білуі мүмкін. Себебі қазір әрбір телефонда GPS системасы болады. Ол арқылы баласы қай жерде екенін тауып алады. Мысалы, баласы жоғалып кетсе, сол телефон арқылы қай жаққа баратынын айта алады. Например, адам жоғалып кетсе, телефонда компас бар, компас арқылы қай жерде екенін білуге болады. Өте жақсы. Бұл бір пайдасы, екінші тағы қандай пайдасы бар? Бір-екі пайдасын да айтып отырайық.
қазіргі таңда түрлі жұмыс жасауға болады осы, яғни түрлі интернет желілері, оның ішінде Instagram, WhatsApp деген сияқты программалар арқылы қазіргі таңда білікті адамдар жұмыс жасауда. Сол арқылы өздерінің күнделікті табыстарын тауып ақшаға кенеліп отыр. Онда өзінің жұмыс процесі арқылы жұмыс жасайды. Сол арқылы телефонды пайдаланады. Және де тағы бір плюсы ол қазіргі карантин кезінде ұстаздарға және оқушыларға телефон арқылы сабақ оқуға мүмкіндік болады. Сондай пайдалары көп. Яғни қашықтықтан оқыту арқылы қазіргі уақытта сіздер Zoom платформасына да дұрыс айтасыздар. Осы телефонның көмегімен, интернеттің көмегімен, жалпы байланыс құралдарының көмегімен қол жеткізіп отырсыздар. Өте жақсы. Енді осы жерде қараңыз, ұялы телефон сымсыз байланыстың ең қолжетімді түрі дейді. Осы жерде бізде термин сөз қандай? Телефон сымсыз байланыс. Сымсыз байланыс, ұялы телефон және сымсыз байланыс. Яғни ешқандай сымсыз. Қалай деп айтамыз? Не арқылы? Сымсыз тек өзі магниттер арқылы, магниттік толқындар арқылы, магниттік толқындар арқылы, себебі бүгінгі сабаққа біздің Эльмира апайымыз да қатысып отыр. Қазір өзі сабақ кезінде біздерге тағы да айтып түсіндіріп кетер. Жақсы, ұялы телефонның пайдасы мен зиянына тоқталатын болсақ? Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, пайдасын айтып жатырмыз. Сәл зиянына осы суретке қарап отырып, бір-екі сөйлем құрастыра қояйық. Содан қарай жалғастырамыз студенттер сабағымызды. Ұялы телефонды өзіне жақын ұстау, ол өзінің миға да және жүрекке де өзінің кері әсерін тигізеді. Дұрыс. Тағы да Аружан. Тағы қандай болуы мүмкін? Тағы қандай зияны бар? Яғни өзімізге зияны көп тиюі мүмкін. Қазіргі уақытта көбісі телефонды өзіне жақын ұстайды, сондықтан көзге зияны өте көп. Көзге зияны өте көп, себебі біз телефонға не болып кеттік? Тәуелді болып кеттік қой, солай ма? Енді мына өзіңіз айтып отырғандай, ұялы телефонға тәуелділікпен күресу үшін біз не істеуіміз керек? Мына сұрақтарға, мына нелер бойынша, жоспар бойынша сәл ғана тоқтайық. Бұл әдеттен құтылу үшін не істеуіміз керек? Деген сұрақ қойғым келіп тұр. Бұл әдеттен құтылу үшін не істеуіміз керек? Смартфонға телефонға ауысу керек. Біріншіден. Екіншіден, уақыт қою керек, ограничение дейді ғой орысша. Шектеу қойылу керек, шектеу қойылу керек, дұрыс. Айналысатын іс тапса, сонымен заниматься етіп, соған уақытын бөлсе, телефонға көп тәуелді болмайды деп ойлаймын. Телефонға көп тәуелді болмаса деп айтасыздар, дұрыс. Телефонның орнына басқа қызықтыратын зат ойлап табу керек. Яғни өзіңізге ұнайтын, мысалы сурет салу, кітап оқу деген сияқты өзіңізге ұнайтын хоббиді тауып, сонымен айналысуымыз керек телефонды ұстайтын уақыттың орнына. Жалпы біз телефонды айттық қой, студенттер, ұялы телефон болсын, теледидар болсын, бұлардың барлығы байланыс құралдары деді. Біз осының алдында да бір тақырыптар өтіп еді қой, радио туралы. Қытай сәл есімізге түсіріп кетейікші, студенттер, радио туралы. Радио байланыс туралы есімізге түсірейікші. Радио деп отырғанымыз не? Жалпы қазіргі уақытта радио байланыс құралы деп айттық қой, сол радио туралы сәл ғана айтып кетейікші. Кім айтады? Радио дегеніміз сымсыз байланыстың бір түрі, яғни сигнал таратушы. Ол әуе толқындары ретінде пайдаланылады. Әуе толқындары арқылы ретінде пайдаланғанда, әуе толқындары арқылы бізге не жеткізеді? Хабар жеткізеді. Қандай түрлері бар еді? Радионың түрлері бар ғой. Қазіргі уақытта радио бар ма? Біз қазір радио қай жерлерде қолданылып жүр? Радиолар қазір. Машиналарда бар, радиолар солай ма? Машиналарда бар, сосын жедел жәрдем машиналарында бар, сосын тағы да. Кейбір телефондарда радио бар. Ұялы телефондарда бар. Радиостанциялар бар, арнайы. Арнайы радиостанциялар бар дейді, дұрыс айтасыңыз. Қандай радиостанциялар бар, Мади? Қазақстанда радио FM деген бар, радио 1 көп өте. Русский радио бар, солай ма? Шалқар радиосы бар, сосын Қазақ радиосы бар, солай ма? Қазақ радиосы. Радиодан да мысалы әртүрлі өзімізге қажетті байланыс құралдары арқылы көптеген мәліметтерді біле алады екенбіз. Тапсырмасы сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері. Мына жерде анықтауыш, толықтауыш, пысықтауышты сіздер мектеп программасында өттіңіздер. Былтырғы жылдар біз сіздер қайталадық. Дәл бүгін қайталап жатпаймыз. Содан кейін өздеріңізге беріліп отырған мына жердегі жаңағы бүгінгі тақырыпқа байланысты телефон, ұялы телефонға байланысты жалпы телефон туралы, радио байланыс туралы мәліметтердің ішіндегі жаңағы сөйлемдер 5 сөйлем беріп отырмын.
сол 5 сөйлемнің ішінен мына жерде қарамен берілген сөйлемдердің мағына, жаңа сөздердің мағыналарын анықтайсыздар, және осы 5 сөйлемге сөйлемнің тұрлаусыз мүшелеріне талдау жасайсыздар. Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Неме платформамен де жұмыс жасап жатырмыз. Енді ол мына офлайн ары қарай жұмыстарымызды жалғастырамыз. Сау болыңыздар. Сау.